Саламатсыздар ма? Ырсак Голд жобасының лидер статусындағы партнері боламын. Есімім Әсел болады. Ырсак Голдтың именно табыс көзін түсіндірейін деп отырмын бүгінгі видео сабақта. Яғни бізде компанияда 4 түрлі табыс көзі бар. Біріншісі әр тіркеген адамыңыз үшін, екіншісі статус айырмашылығынан аласыз, үшіншісі линия табыс көзі және де төртіншісі скидка айырмашылығынан аласыз. Енді осының бәріне жеке-жеке тоқталып кетейік. Сіз тіркелдіңіз, 10% статус иегері болдыңыз делік. 10% статус иегері болу үшін тіркелгеннен кейін 4 балға заказ салсаңыз 10% статус иегері боласыз. 1 балың 5500 теңге, 4 балың 22500 теңге. Яғни сіз 22500 теңгеге өзіңізге қажетті зат аласыз, және де компания сізге сыйлық береді. Енді бірінші табыс көзі әр тіркеген адам үшін. Әр тіркеген үшін. Мысалы, сіз тіркелдіңіз, 10% статус иегерінде тұрсыз. Астыңызға бір адам тіркесеңіз, компания сізге 950 теңге төлейді. Екінші адам тіркесеңіз, оған да 950 теңге төлейді. Егер сіз 15%-ке өссеңіз, 15% статус иегеріне өссеңіз, компания сізге 1500 теңге төлейді. Яғни, каждый тіркеген адам үшін төлейді. 10% статус иегерінде болғанда компания сізге 950 теңге төлейді каждый үшін. Егер 15% статус иегері болсаңыз, 1500 теңге төлейді каждый тіркеген адамыңыз үшін. 21% статус иегері болсаңыз, 2100 теңге төленеді. 27% статус иегері болсаңыз, онда 2700 теңге төлейді. Егер 33% лидер статусына шыққаныңызда, компания сізге каждый тіркеген адамыңыз үшін 5000 теңге төлейді. Бұл бірінші табыс көзі. Енді екінші табыс көзі. Екінші табыс көзі ол бізде статус айырмашылығы. Статус айырмашылығы. Мысалы, сіз 15% статус иегері делік. Астыңызда бір партнеріңіз бар, 10%. Одан кейін тағы да бір партнеріңіз бар, тоже 10%-ге. Тағы бір партнеріңіз бар, 15%. Осы жерде сіз айырмашылығынан табыс табасыз. Яғни, сіз 15 болсаңыз, партнеріңіз 10% болса, сіздің табатын табысыңыз 5%. Яғни, осы 10%-тік партнеріңіз өзінің кабинетінен өзіне керекті зат алған кезде, соның алған суммасынан 5% сізге түседі. Егер сіз 15% статус иегерісіз, астыңыздағы партнер 15% статус иегері болса, онда сіз ешқандай табыс көзін алмайсыз, өйткені статустарыңыз бірдей. Сондықтан партнеріңізден статусыңыз жоғары болғаны жақсы. Мысалы ретінде, сіз 21% статус иегері болдыңыз. Астыңызда 10% бар, 15% бар, 10% бар делік, 21% бар. Осы кісілерден процент айырмашылығын аласыз. Яғни, сіз 21 болсаңыз, 10% партнеріңізден сіз 11% сізге түседі. 15% партнеріңізден сізге 6% түседі. 10%-іңізден тоже 11%. 21% партнеріңізден сіз ешқандай табыс таппайсыз. Егер 33% статус иегері болсаңыз, лидер болсаңыз, онда қараңызшы, тегі керемет. 10%-іңіз бар, әжде 15%-іңіз бар, әжде тағы да 10% бар, әжде 21 бар делік. Әжде 27 бар делік. Әжде мүмкін 10% тағы бар шығыр. Шексіз тіркесеңіз болады.
10%-тен сіздің алатын табысыңыз 23%. 15%-тік партнеріңізден сіз 18% аласыз. 10%-тен тағы да 23% түседі сізге. Осылай әр процентіңіз және каждый тіркеген адамыңыз үшін статус айырмашылығынан алған проценттеріңіз бір ай бойы жиналып, айдың соңында шешіп аласыз. 22%, 12%, 21%-тік партнерден аласыз. Мына жерде 6% аласыз. Мына жерде сіз 23% аласыз. Бұл екінші табыс көзі, яғни статус айырмашылығы. Сондықтан астыңыздағы тіркелген адамдардың статустарынан өзіңіздің статусыңыз жоғары болу керек. Енді үшінші табыс көзі ол линейный. Үшіншісі линейный дейді. Бұл 33% статусынан басталады. Сіз 33%-тік лидерсіз. Астыңызда тура тұрған адамдар сіздің бірінші линияңыз. Осы линиядан сіз 6% аласыз. Яғни, мына жердегі статусыңыздағы партнеріңіз 33% болса, осы кісінің общий товар оборотынан, табысынан, яғни общий командасымен жасалған товар оборотынан 6% сізге түседі. Мына жерде де 33 болса, 6% сізге түседі. Егерде астыңызда лидерлар ашылып жатса. Ал егер мына кісі 27 болса, онда сіз статус разницасын аласыз. Енді мына кісінің астында да адамдар бар ғой. Мүмкін мына жерде 2 адам. Бұл сіздің екінші линияңыз. Осы кісілердің әр қайсынан сіз 4% аласыз. 4% аласыз. Мына кісіден 4% аласыз. Мына кісіден 4% түседі сізге. Және де мына кісіден 4% түседі. Яғни товар оборотынан бұларда лидер болса, сіз 4% аласыз. Егер де бұл жерде лидер емес басқа статус болса, онда статус разницасын аласыз. Одан кейін бұл кісілердің астында да адамдар бар ғой. Ешкім қарап отырмайды. Мына кісінің астында біреу, мына жерде біреу, мына жерде 2 делік. Бұл линия сізде үшінші линия деп аталынады. Яғни екінші линиядан 4% аласыз, үшінші линиядан 2% аласыз. Бұл адамдар сіздің адамдарыңыз емес, мысалы сіздің тура астыңызда тұрған екінші линияның адамдары. Сіз одан да, яғни әр қайсынан 2%-тен сізге түсіп отырады. Керемет емес па? Бұл жерде тек команда құрып, керемет табыстарға шығуға болады. Осының бәрі жиналып, ай соңында, яғни айдың 23 мен 28 аралығында кабинетіңізден шешіп аласыз. Төртінші табыс көзін айта кетейін. Төртінші табыс көзі ол скидка. Айырмашылығы. Бұны да табыс көзі жасауға болады. Өйткені компания керемет скидка береді. Мысалы, сіз 10%-тік статус егер болсаңыз, компания сізге басында несгораемый 20% скидка беріледі, плюс өзіңіздің 10%-іңізді қосасыз, минус НДС-ті алып тастаған кезде, сіз 28% скидкаңыз болады. Егер сіз 15%-тік статус егер болсаңыз, 20% несгораемый скидка, плюс өзіңіздің статусыңыз, минус НДС деген кезде, сіздің алатын скидкаңыз 32%. Егер сіз 21% болсаңыз, сіздің скидкаңыз 37% скидка болады. 27% статус егер болсаңыз, онда сіз 42% скидка аласыз. Егер сіз 33% лидер статусында болсаңыз, сіз компанияның өнімін 46% скидкамен аласыз. Яғни компанияның өнімін сіз 46% скидкамен аласыз да,
елдерге, таныс көршілеріңізге каталогтың бағасымен сатып, ортасындағы разницаны өзіңізге қосымша табыс жасауға болады. Керемет.